Фаберликтің кисточкасымен мынайды жағамыз кішкенде. Мынау жасап жатқанымыз 3 слойлы Фаберликтің жаңағы сковородкасы, антипригарный, жарыспайды түбі. Қазір мен таңғы ас жасап жатырмын. Таңғы асқа әдемілеп тұрып, жұмыртқаны құямыз. Құйып, мынандай қазір үстіне молырақ қылып құямыз жұмыртқаны. Молдауға құйғаннан кейін мен бүгін жұмыртқаны тауық еті және де сырмен жасауды жөн көрдім. Тауықтың кішкене қолдан кесіп фарш жасадым. Оның бетіне әдемілеп тұрып сыр саламыз. Сырды және де бұның бетіне ғана емес, арғы бетіне де молдау қылып салсаңыздар болады. Екі бетіне де молдау қылып сырды салдық. Және сыр салғаннан кейін аламыз да екінші бетін әдемілеп былай ораймыз. Көрдіңіздер, ешқандай да сковородкаға жабыспайды. Осыны әдемілеп орап, енді осылай екі жағынан пісіреміз. Сол кезде әдемі сіздерге жаңағы сыр қосылған және тауық еті қосылған таңғы ас шығады, жұмыртқаға оратылған. Қақпақпен 5-10 минутқа бұқтырып қойдық. Енді екінші жағын алып, қарап отырсаңыздар, кішкене болса да қақпақты жауып қоямыз. Тағы екінші бетіне аударған кезде бетіне кішкене сыр, ірімшік септік сырды және былайынан әкеліп әдемілеп, міне қарап отырсаңыз, ештеңе де жармасқан жоқ қазанға, тап-таза күйінде тұр. Жасаған таңғы асымызды кесіп көрсетейін. Тола сырмен, міне сыр ішінен ағып тұр. Қарап отырсаңыздар, ішінде және де тауық еті. Осылай, міне сыр қалай ағып жатқанын және де тауық етін қалай әдемі болып тұрған көріп тұрсыздар. Өте тәпекті ашатындай болып көрінеді. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын дегім келеді. Сәттілік.